Егемен еліміздің тәуелсіздігі ата-бабамыздың асқақ арманынан туындаған, бүгінгі ұрпақ қол жеткізген ұлы жеңіс. Ежелден еркіндік аңсаған азат халқымыз тәуелсіздігінің тағы бір таң атты. Тәуелсіздік атты қасиетті ұғымның тереңіне үңілсек, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл арманы мен мұратын, азаттық жолында құрбан болған талай боздақтың ұрпаққа қалдырған аманатын жүрегімізбен бойлаймыз. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері өз даңғыл жолымызды салып келеміз. Басты мұрат қолымызға қиындықпен түскен тәуелсіздік туын мейлінше бекем ұстау. Аз ғана жылда аспанның астын жайнатып, Астана шаһарын тұрғызды. Қазақстан қазір атын әлемге паш еткен ұлы мекен. Бүгінде мен тәуелсіз елдің ұланымын. Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бері мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға жетті. Себебі әр азаматын жігерлендіретін гимніміз, мақтаныш сезімін ұялататын елтаңбамыз, ерлікке жетелейтін туымыз, экономикалық дербестігімізді танытатын төл теңгеміз бар. Тәуелсіздік ұлттық тілдің, салт дәстүрдің, ұлттық сананың тірегі. Міне бүгінде біз болашаққа деген жарқын сеніммен алға қарай нық қадам басып келеміз. Егемендіктің ашық аспан астында алшаңдай басып 25 жылды артқа тастадық. Бізді бұл бақытқа жеткізген ата-бабаларымыздың, аяулы арыстарымыздың еркіндік үшін күресте төгілген қаны, солардың жанқиярлық ерлігі. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Біз мәңгі өлмейтін халықтың ұрпағымыз. Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді кешірмейді деген ұлы даналық сөз бар емес пе? Осы даналықтың жадымызда мәңгі қалғанын қалаймын. Ежелден аңсаған еркіндіктің туы жоғары, елдігі берік болсын.